Қай кезде нағыз шығармашылық жолыңыз басталды деп өзіңіз ойлайсыз? Бала күнімде жаңағы үйде анамның жаңағы үй сыпырып жүрсе сыпырғышын алып домбыра қылып, үйде домбыра болған жоқ та. Сөйтіп жаңағы телевизорға қарап әндерді бірден жаттап алып деген сияқты. Көбісі ойлайтын шығар, Арман жаңағыдай неге мыяқта басқаша, мыяқта басқаша. Көп адам ол саланы меңгеріп, ол салада болып көрмегесін, қызметте кірісілуде отырып көрмегесін, 40 адамды басқарып көрмегесін, басқаша ойлауым мүмкін. Менің бағым жану үшін, мен жұлдыз болу үшін Алматы мен Астанаға баруым керек екен деп. Мұғалжарға барып бірдеңе қатырдым, бірдеңе жасап көріндім деп айта алмаймын. Болды, мынау тек тойдікі. Бұл сахнаға келмейді, сахнаны көтере алмайды деген. Қазіргі адамдарға енді мәдениет, өнер, ән басқадан ысырып қоя тұрайық. Қазіргі мына адамдарға жетіспейтін жылы сөзді. Армысыз көрермен, сіздермен Лаура Базарбай, бұл әдеттегідей ашықмайын подкасты YouTube платформасындағы Ақтөбе газетінің жобасы. Жоба басталмас бұрын сіздерге айтатын өтінішімізді білесіздер. Әдеттегідей дәл осы Ақтөбе медиа каналына тіркеліп, лүпіл басып, пікір жаза отырыңыздар. Бұл каналдың алгоритмі алға жылжу үшін аса маңызды. Ал біз сіздерге әдеттегідей кезекті пайдалы подкастымызды ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта геолог мәдениет үйінің директоры және қаламызға белгілі әнші Арман Жиеналиев. Болады ғой, осылай таныстыруға. Тағы да басқа қосымша атақтарыңыз бар ма? Жоқ, атақ жоқ ешқандай. Былай қалайшы, бірінші Ақтөбе өңірімізге танымал әнші деп айтып келіп барып, бірінші әнші болдым ғой мен. Сосын барып басшы болдым. Екінші қатарға қоямын оны. Қаламызға белгілі әнші Арман Жиеналиев және геолог мәдениет үйінің директоры. Осы қызметте болғаныңызға сізге қанша уақыт болды? 1,5 жылдың көлемінде болды, иә? Енді сол үшін де оны екінші орынға қоясыз ба? Аз уақыт жасағаныңыз үшін? Жоқ. Енді мен жаңағы ең бірінші осы мәдениет өнер саласын оқыдым. Енді маған шынымды айтайын, бірінші өнерім жақын жаныма. Енді қызмет өйткені бүгін бар, ертең жоқ нәрсе ғой жалпы. Сондықтан да қызметті екінші қатарға қоямын. Бірақ екінші қатарға қойсам да андай немқұрайлы қарамаймын. Ол менің қызметім ғой. Тапсырып қойып, шаруаны, жұмысты өзім немқұрайлы қараймын деген ондай жоқ. Үлкен жауапкершілікпен сенім артып шақырғаннан кейін, сол жүкті мойынға арқалағаннан кейін, кәдімгідей жауапкершілігі үлкен, кәдімгі жоғары. Өйткені неге жоғары деп айтатын болсам, ол жерде коллектив бар, ол жерде мекеменің отдел кадры бар, юристі бар, үлкен бас есепшісі бар деген сияқты. Шығармашылық ұжым бар деген сияқты. Сондықтан да ол кәдімгідей. Және ең бастысы халықтың алдында үлкен міндеті бар деп айту керек шығар, иә? Үлкен міндеті бар, үлкен кәдімгідей. Өзінің ішкі тәртібі бар, үлкен жоспары бар. Сол жоспар бойынша жүріп отыруың керек. Жоспардан тыс өзінің алып келген қазіргі көзқараспен, креативті көзқараспен түрлі идеяларыңды көрсетіп деген сияқты. Тек жоспармен жүріп отыру деген болмайды. Жоспардан тыста бірдеңелер жасап, кәдімгі қосымша 2 есе шаруаны жүргізіп отыруға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан енді мекеме басқару шынымды айтайын оңай емес. Өйткені неге оңай емес деп айтамын? Енді ол біздің екінші үйіміз ғой. Бірінші шаңырағымыз, отбасымыз ол өзіміздің отбасымыз болса, отбасыңда да кейбір кезде бір не істейтін жаңағы бір шаршайтын не болады ғой, баланың айқай-шуынан жаңағыдай. Сол кезде ойлап қаласың, мен 100 адам, 40 адам мекемені қалай басқарып отырмын? Мына үйдегі 2 балаға мынандай болып жатыр деген сияқты. Сондықтан ол мекемеде де оңай емес. Енді ол үйдегі шаңырақ ол өзіңнің жақының, отбасың, ата-анаң, бала-шағаң. Ал бірақ мекемеде танымайсың. Бір мекемені басқарып 2-3 жылдан кейін басқа мекемеге барған кезде, ол кезде қайттан нөлден бастау керек болады. Кәдімгі фундаментінен бастау керек болады. Дайын болып бару керек. Ол жерде әртүрлі ой бар, әртүрлі әңгіме бар, әртүрлі адам көзқарасы бар, әр адамның өзінің ішкі, сыртқы мәдениеті бар, тәрбиесі бар деген сияқты. Сондықтан да оңай емес. Оны бір арнаға алып келіп тоғыстыру, оларды жеке-жеке сөйлесу, айту, түсіндіру, оған да үлкен кәдімгідей күш-жігер керек. Сондай мақсатта, сондай ойда қазір аяқ алып жұмыс істеп келеміз. Бірақ
әр басқарған жерімде алла шүкіршіліктер болсын, ешқандай жаман әңгіме, жаман отзыв естіген жоқпын. Халықтың да тарапынан, әріптестерімнің тарапынан әйтеуір қимай шығарып салып жатады, шылап шығарып салып жатады. Әлі күнге дейін осы Мұғалшар, Хромтауда басқарған әріптестерімнің біреуінің мен кеттім, енді танымаймын деп ондай ұстанымда болған жоқпын. Телефондары бар, менің телефоным ол кісілерде бар. Бір-бірімізбен араласып тұрамыз, әлі күнге дейін көмектесіп тұрамыз, хабардар болып тұрамыз, кездесіп тұрамыз, сұхбаттасып тұрамыз, дидарласып тұрамыз деген сияқты. Сондықтан да маған ыстық осыған дейінгі ұжымдарым. Сондықтан да қазір де геологта жаман емеспіз. 1,5 жылдай уақыт болды. Қолымыздан келгенше әйтеуір коллективті өрге сүйреп, төрге сүйреп, халық бар дегендей, халықтың көңілінен шығып деген сияқты. Енді қазіргі менің принципім, позициям, ұстаным халықтың көңілінен шығу. Сол жердегі Есет Батыр ықшам аудандағы қаншама ауданнан, ауылдан келіп көшіп келген жаны қазақ деп тұратын, жаны өнер деп тұратын сол жерде халық бар. Сол халықтың алғысын алу, батасын алу, жаңа айтады, халықтан қарғыс алма, алғыс ал дейді. Мен дәл қазіргі аяқ алысым сол халықтың ықыласына бөлену, халықтың алғысын алу, сол арқылы өсу, өркендеу, даму деген сияқты сондай жолмен келе жатырмыз. Жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, әр жерде әңгіме айтылады бәрібірде. Енді әсіресе басшылықта отырған адамдарды сынайтындар жеткілікті. Енді осы жерде де сұрақ туындайтын шығар, жалпы осы Арман Жейналиев қайдан келген адам? Мамандығы кім деген сияқты. Жалпы сіздің мамандығыңыз осы өнерге, мәдениетке қатысы бар ма? Иә, енді жаңа айтады ғой, қызылордалық Алмас Алматов деген ақын ағамыз бар. Өнерге бір күнде және бір күнге келген жоқпыз дейді. Сондықтан да бұл өнерге мен бір жаңағы басқа саладан келе салып, болмаса бір көшеде кетіп бара жатып, біреу қол бұлғап шақырып кіріп кеткен ештеңем жоқ. Әкенің қанымен, ананың сүтімен келген, кәдімгі нағашыларым жағынан да, әкем жағынан да бар өнерпаздар. Сондықтан да анамның өзі Кульпроспект бітірген кезінде музыкальный кітапхана меңгерушісі болған, клубтың меңгерушісі болған Шалқар өңірінде. Сондықтан да осы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институттың жанынан құралған кәсіби шығармашылық факультетін 2008 жылы түсіп, 2012 жылы тәмамдадым. Содан кейін Алматы қаласына шақырту алып, сол жерде бір 3-4 жылдай Глер атындағы музыкалық школда балдар тәрбиелеп, сөйтіп сондай қызметтеріміз атқардық. Вокалдан сабақ бердіңіз? Иә, вокалдан сабақ беріп, бала тәрбиелеп, сөйтіп жұмыс істедік. Одан кейін де енді осы ой болды, бір жана отбасылық бір жағдай болды да, екіншіден өзімде ойымда болды жалпы. Ұстаным өзімнің сондай бір не болды, неге елге барып қызмет жасамасқа. Алматы үлкен қала, ол жерде бірде көрінесің, екі жерде көрінбей қаласың деген сияқты. Сен сияқты мықты педагогтар бар, сен сияқты сен енді асып түскен әншілер көп деген сияқты. Нағыз қайнаған орта ғой енді. Сондықтан да неге елге барып қызмет жасамасқа, елдің бірінші батасын алмасқа деген оймен осы елге келіп, елде қызмет жасап, қалалық мәдениет үйінде, өзім туған жерім Мұғалжар ауданында деген сияқты. Қазір енді шүкір осы қаланың басында жаңағы Ақтөбе қаламыз екіге бөлінеді ғой, Алматы және Астана ауданы болып. Сол Алматы ауданына қарасты геолог мәдениет үйі бар. Сол мекеменің 1,5 жыл болды басшылық қызметін атқарып келе жатқаныма. Енді осы саланың адамымыз ғой, осы саланы оқыдық. Жалпы сіздің өзіңізді бір шығармашылық кезеңін басталды деп қай уақытта айтар едіңіз? Сол универде оқып жүрген кезіңіз, немесе сабақ беріп жүрген кезіңіз, немесе керісінше сол жұмыстың барлығынан шығып, жаңа өзіңіздің шығармашылыққа еркін қанат қаққан кезіңізді айтар едіңіз? Әлде тіпті мектеп кезі ме шынымен де? Қай кезде нағыз шығармашылық жолыңыз басталды деп өзіңіз ойлайсыз? Менің ең алғаш сахнаға шыққан кезім 97 жылы бала күнімде 2-ші сыныпта оқимын. Сол мектептің атынан аудандық байқауға жіберіп, ол кезде балдәурен, әнші балпаң деген конкурстар болады. Сол байқауға барып, бас жүлде алып, ең бірінші, енді оған дейін де бала күнімде жаңағы үйде анамның жаңағы үй сыпырып жүрсе сыпырғышын алып домбыра қылып, үйде домбыра болған жоқ та. Сөйтіп жаңағы телевизорға қарап әндерді бірден жаттап алып деген сияқты. Сөйтіп
болды, бірақ енді бірінші менің аяқ қадамым кәдімгі өнерге сол Арман деген әнші бала бар екен, мына баланың дауысы жақсы деген сияқты халықтың қошеметіне бөленгенім сол 97-ші жылы алғаш сахнаға шықтым. Сол мектептегі ұстазым Гүлзипаш деген апайым болды. Әннен сабақ берді, тәрбиеледі. Одан кейін Алмас Орманов деген ағайым ұстаз болды, ұстаздық етті әрі қарай. Одан кейін енді сол мектептің жұлдызы болып жүрдік. Менсіз концерт өтпейді, менсіз жаңағы мектептің әр шарасы өтпейді деген сияқты арман керек. Мектептің жұлдызымын дейсіз былай айтқанда. Мектептің атынан облыс сұрап, облыстарға осы қаланың басына келіп өнер көрсетіп жүрген күндерім болды мектеп кезінде. Астанаға шақырту алып 2000 қай жылы 9-10 оқып жатқан кезде 2006-2005 жылдар Астанаға шақырту алып сол кезде мектеп кезінде сондай. Содан кейін енді ең маған өте қатты жақын ыстық кездер жолдарым менің осы музыкальныйға жаңағы Ақтөбеге келіп педагогикалық институтқа түскен кездегі маған ең өте жақын сондай бір ыстық кезеңдер. Өйткені сол кезде біздер трио болдық, Сағыныш деген трио болдық. Оның құрамында Нұрболат Абдуллин болды. 4 жыл бірге ән айтып жүрдік. Айбат Жанғалиев деген бауырымыз болды. Енді ол уақыттарда да айтпай кетуге болмайды. Өйткені енді күшті кездер, әдемі, кәдімгі өзімізді бір жұлдыз сезініп, ректорден қолдау алып, проректорлерден қолдау алып, деканнан, зав кафедрадан сондай қолдау алып, кәдімгідей өзіміз ұшып, аспанда қалқып жүрген кездер. Одан кейін енді сол ең бірінші менің авторлық әнім Алматыға барып жаздырып, 2013-14 жылдары уже кәдімгі өнеріме кірісіп, осы елде ағаларымыз қолдау білдіріп, сол Арманжан міне осындай ақша қаражат керек болса, міне саған бір көмегіміз, әніңді баста деп. Ең алғаш әнім сол 2013 жылы басталды. Содан ол кезде ең бірінші мөлдірім деген әннен бастадым. Асылым мөлдір, ғашығым мөлдір деген әні Құрал Молжановтікі, сөзі Қайнар Алагөзовтікі. Сол бауырларым сол әнді ұсынып беріп, айтып көр, Ареке, сенің тұла бойыңа, сенің табиғатыңа осыған келіп қалатын сияқты. Содан бастадым. Содан әндер жаздырып 2017 жылы жақсы көрем деген әнмен жақсы аяқ алысым жақсы болып кетті. Концерттерге, тойларға шақырту алып сол әнмен. Ол да осы өзіміздің өнерде жүрген бауырларымыз, бірі мықты ақын, бірі мықты сазгер. Оразбек Кенбайдың сөзінен жазылған Амангелді Көшербаевтың әні. Жақсы көрем деп, соны жақсы көрем деп, кәдімгідей екі жастарды тойда қос ғашықты билетіп, сондай аяқ алып сөйтіп халықтың көңіліне жаңа шығып әдемі келе жатқан кезде 2018 жылы ойда жоқта Белем адам деген шығып кетті. Сөйтіп жүрген кезде Белем адаммен уже ана жақсы көрем деген әнмен осы Ақтөбе өңірінің тойларынан шықпай, бір күнде 4-5 той кәдімгідей уже Арман Жаналиев сол әнсіз жаңағыдай той өтпейтіндей ма? Той өтпейтіндей, и жаңағыдай үйленіп жатқан, ұзатылып жатқан қыз мені сұрайды, үйленіп жатқан жігіт осы тойда бізді келіп вальс билетіп кетсеңіз деп сол әнді сұрайды деген сияқты. Сөйтіп аяқ алысым жақсы болып келе жатқан ойда жоқта Белем адам шығып кетті. Белем адаммен білесіз, ол тез темповой ән. Хит болған әндердің бірі осы сияқты меніңше. Хит болған әндердің бірі осы, кәдімгідей енді өтірік айтпайын, сол кезде TikTok жоқ, Instagram енді дамып келе жатқан кез кәдімгідей республика көлемінде танылып кетті. Тек бір өкініштісі клипті кеш түсіріп қалдық, енді той көп болып кетті, уақыт кішкене тығыз болып кетті деген сияқты. Сөйтіп Алматы, Астана, Бүткіл, Хабар, ұлттық арнаның сөмкелерінен адамдар хабарласып, жолымды көтеріп, жататын жерімді көтеріп, сол Белем адамды айтатын, шынымен сіз ба деген сияқты, видеозвонокпен қойып, видеозвонокпен сөйлесіп деген сияқты, сондай бір енді мықты кезеңдер өтті ше. Сол уақыттарды айтсам қазір бар ғой, енді ұзақ кәдімгі таң атады ана әңгімелерді айтатын болсаң, бір қызықты сәттер. Көп Түркістан, Шымкентке көп тойға шақырды, Алматыға көп тойға шақырды деген сияқты. Бірде бір қызықты бір сәт әлі есімнен кетпейді. Алматыға қазір популярный болып жүрген Қайрат Әділгерей деген ағамыз, бауырымыз бір
съемкаға шақырып барсам сол кісі жүргізіп жатыр екен. Ойымда ештеңе жоқ. Енді Ақтөбеден барып тұрмын 2000 шақырым жерден. Жаңағыдай бетті әрлейтін, шашты уклад жасайтын қыздар енді менің алдымда біраз кәдімгі үлкен жұлдыздарға кәдімгідей күліп қарап, шығарып салып, күтіп алып, сөйтіп танытып жатты да. Сосын мен енді мені танымайды олар, бірақ әнді біледі екен. Келіп спокойно отырдым да, жаңағыдай очертым келсе маған да бір грим жасап берсеңіздер деген сияқты. Грим жасап, андай бір көзқарас танытты енді, кімсің деген сияқты. Сен кімсің, сені танымаймыз ғой деген сияқты көзқараспен бір суық қарады да. Сосын жақсы деп барып Арман Жиналиев дайын болсын осыдан кейін деп барып әнді айтып жатқан кезде әнді айтып болып сахнаның жанына бір дубльмен кешіресіз, бір дубльмен айтып тастадым әнді. Сөйтіп сахнаның сыртына жүгіріп кетсем, жаңағы қыздар келіп құшақтап, мына әнді айтатын сіз ба, білмей қалдық, кешіріңіз, жүріңіз, кофе дайын, шай дайын деген сияқты суыртып кетсіп андай ше. Сөйтіп бір несеп қалғанымыз бар андай. Сол кезде бір енді қызық сәттер өте көп. Сол одан кейін де енді Ақтөбенің сұлулары деген ән жаздық. Ол да Қайнар Алагөзовтың сөзінен жазылған. Ерхан Алданзаров деген бауырымыздың әні. Осы мен көбінесе осы ақтөбелік ақындармен, сазгерлермен жұмыс істегенді жақсы көремін. Олармен жұмыс істеймін. Иә. Сондықтан елдің балдарымен олар мені көтеріп жатса, мен оларды көтеріп жатсам өте жақсы ғой дегенім ғой. Сондықтан да енді әндер одан кейін де біраз жазылды. Қызметке келіп осы 5 жылдың ішінде де қызметте жүріп те біраз әндерімді жаздым. Біраз өнерім тоқтап қалған жоқ, жалпы әндер жазылып жатыр. Көбісін ұстап отырмыз әзір, жаңағыдай салмай деген сияқты парақшаларға. Сондықтан енді жұмысымыз, өнеріміз тоқтап қалған жоқ. Жұмысымызды да қолдан келгенше жаңа екі кемені ұстаған суға кетеді деген неге мен көп жерде келіспеймін. Оны да ұстап, оны да келістіріп, өзіңе байланысты. Мен бұл жерде екі кеме деп айтпас едім, өйткені бір бағытта ғой. Бір бағытта, бірақ енді өнер жолы, творчество, еркіндік бар бұл жерде. Ана жерде кішкене уже басқаша жауапкершілікпен қарайсың. Кішкене коллективке бір жерде қаталдау болып қоясың. Мінез керек, енді тәртіп болу керек деген сияқты. Мекеменің бәрібір жауапкершілігі, құжат бар ол жерде. Қаншама жерге қолымыз қойылып жатыр деген сияқты. Бұл жердің міндеті үлкен, жоғары. Сондықтан да оған басқаша көзқараста қарайсың. Сахнада ән айтып жүрген кезде тойда басқашасың. Мынада кішкене уже өзіңді бүйтіп қабақ түйіп көрсетіп. Соны айтамын. Деп қойып кәдімгідей андай қылып бір не көрсетесің. Ол көбісі ойлайтын шығар. Арман жаңағыдай неге типа мыяқта басқаша, мыяқта басқаша. Көп адам ол саланы меңгеріп, ол салада болып көрмегесін, қызметте креслода отырып көрмегесін, 40 адамды басқарып көрмегесін, басқаша ойлауы мүмкін. Негізі әр адамның мінезі де әртүрлі ғой. Кейбіреу жай сөзге түсіне қояды, кейбіреуге кәдімгі айқай керек деген сияқты. Сондықтан да мекеме басқару оңай емес. Енді үйдегі 2 баланы шаққа басқарып жатасың кейбір кезде. Мекемеде ол басқару оңай емес. Сондықтан да сол 2 кемені бүйтіп ұстап, қолымыздан келгенше біреуін жаңағыдай жоғалтып алмай, екіншісін көтеріп жібермей деген сияқты бірдей алып жүрген жайым бар. Жаңа айттыңыз 2018-де Белем адамның хит болып жатырған кезегі, енді сіздің былай қарағанда жұлдыздың жанып келе жатқан кезегі. Сізге басшылыққа ұсыныс дәл осы кезеңде түсіп тұр ғой сонда? Маған 2017 жылы Белем адам шықпай тұрып Мұғалжар ауданының әкімдігінен түсті. Оған дейін түсті. Мен енді ол кезде тойдан тойлап, жаңағыдай той көп, Ақтөбенің бүткіл тойында кім жүр, Арман Жиналиев жүр. Ақша бар, қалтада жассың, бойдақсың, қызуған, жаңағыдай энергия бәріне үлгересің. Бәріне үлгеріп, ұйықтауға да үлгеріп жатыр, тойға да үлгеріп жатыр, тегін тойға да барып үлгеріп жатырмыз деген сияқты. Сондықтан сөйтіп жүрген кезде хабарласты. Мен өзім сол кезде отказ бердім. Мен қазір оған уақытым жоқ, болашақта көре жатармыз деген сияқты. Содан Белем адам шықты, Белем адаммен жүріп сөйтіп біраз қаражатымызды оң-солды шашпай, күнделікті ата-анамыздың айтып отқан жақсы әңгімесін қорытып, ой санамыздан шығармай, балам былай жасасаң дұрыс болады деген әңгімелерін бір құлақтан шығарып, екінші құлақтан кіргізіп, екінші құлақтан шығармай, дұрыс сол әке-шешеміздің айтқан жолымен жүріп, әйтеуір
сол тапқан қаражаттарымды сол хит әндерімнің бірінші алдағы бар әрине оң солды біреудің жаңағы көріп жатам қоғамда көп қой енді оның ішінде жолдас балдарым да бар ақша тапса жаңағыдай бір зиянды нәрселерге жұмсайды деген сияқты енді менің бойымда ондай нәрсе жоқ ондай қасиет болмаған да тек әйтеуір керек нәрсеге жұмсап ауылдағы үйдің кенжесімін 4 ағайындымыз бауырларым бар бауырларыма көмек беріп деген сияқты сондай ата-анамды қарап деген сияқты ата-анама көмегімді беріп қыдыртып қолымнан келгенше деген сияқты ел көрсетіп жер көрсетіп деген сияқты өзіме керек нәрселерге жұмсап деген сияқты сондай сөйтіп келе жатқан кезде құр пандемия басталып кетті ғой пандемия басталды да сонымен шамалы шаруалар тоқтап уже тойға шақырту алдым жоқ үйде жатып қалдым деп айта алмаймын бірақ азайды кәдімгідей үйде уже ағаш үйге шақырт ресторанда бүйтіп жүрген Думаш мықты ресторандар жүрген Арман Жиналиев уже жаңағыдай үйдің ішінде ән айтып кетті деген сияқты ол сіздің бір эгоңызға тиді ма? Тиді. Өйткені неге сол кезде белем адаммен жүріп 18-19-да 2 жыл Қазақстанда шарлап уже гонорарымды көтеріп кейбір адамдар менің ойымдағы ақшадан да артық ақша айтып осындай берем келші деген сияқты керек болып тұрсын деген сияқты сондай күтпеген оқиғалар болды жағдайлар болды кезеңдер болды сөйтіп жүрген кезде пандемия басталды пандемияның алдында бірақ 19 жылы Алматыдан мықты бір продюсерден шақырту алдым Алматыға шақырды осылай кездестік шай ішіп отырып сөйлестік маған айтты өзінің ұсынысын талабын деген сияқты бірақ мен айттым ол кісіге менің ата-анам бар қолымда мен үйдің кенжесімін маған дәл қазір жұлдыз болу маңызды емес маған ата-анама қарау ата-анамды жанымнан тастамау егер ата-анаңызды тастау керек сіз өзіңіз керек деген әңгіме болатын болса мен келе алмаймын маған жұлдыз болу құндыз болу шарт емес ең бастысы ата-анамның тәрбиесі маған адам болу маңызды дәл қазір бірақ мен ата-анамды тастап кете алмаймын ата-анамды алып келіп сондай бір жағдай жасай алсаңыз мен келейін дедім болды деп келісіп контракт жасаймыз договор жасаймыз деп жатқан кезде мен ауылға келіп ата-анаммен сөйлесіп ойбай балам сені қолдаймыз сен бір жұлдыз болып кетіп жатсаң сенің бағың жанып кетіп жатса біз қуанамыз біз тек қолдаймыз ең бастысы жаңағы шекара асып Қытайға басқа елге кетіп қалмасаң болды осы Қазақстанның сонымен барамыз деп сөйтіп жатқан кезде пандемия басталып кетті да сонымен шамалы пландарымыз өзгеріп сондай болып кетті сол ұсыныс сол пандемияның кесірінен пандемияға дейін болды 19 жыл болды 20-да басталды сонымен енді отбасын құрдық деген сияқты сөйтіп енді кішкене ойымда өзімде ойым өзгерді пандемия кезінде зачем не істеймін маған ол керек па лучше елімде жерімде жүре берейін бір басқа да ұсыныстар болып жатса көреміз деген сияқты қазір өкінбейсіз ба оған ешқандай өкініш жоқ ешқандай өкініш жоқ және қай сала болмасын өнер болсын спорт болсын басқа болсын ерте кеш жоқ мен байқаймын қазір заман жақсы ғой тикток арқылы да танылып кету болады мына әлеуметтік желі жақсы ғой қазір адамды жұлдыз қылайын десе 15 минутта ол көбісі ойлайды андай да менің бағым жану үшін мен жұлдыз болу үшін Алматы мен Астанаға баруым керек екен деп жоқ Алматы Астана сенің ол бұрынғының несі ғой сенің тағдырыңды өзгертпейді ешқандай да сенің тағдырың ауылда жүріп та бағың жанайын десе тіптен мал ауылда жатып бір әдемі видео түсіріп тиктокқа салып жіберсең де бағың жанайын десе ауылдан да жанады сондықтан да соны түсініп ой елегімнен толық өткізіп ауылда да жүре берейінші осы Ақтөбем өзіме жақын ыстық ауасы ұнайды халқы ұнайды деген сияқты осы жерден біраз адамның қолдауына ие болдым деген сияқты ағайым бар бауыры бар деген сияқты сөйтіп екінші рет ұсыныс мұғалжар мәдениет үйіне қай кезде түсті қай жылы біріншісін кері қайтардыңыз 20-да 2020-да иә дәл қызып тұрған кезі пандемияның кезінде шақырту алып сол жақта шамалы уақыт болып сөйтіп жүрген кезде Хромтаудан ұсыныс келді Хромтау ауданының осындай орын бар
құжатыңызды жіберіңіз, қарайық деген сияқты құжатымды жібердім. Сіз қалай ойлайсыз, сізді неге дәл сізді шақырды басшылыққа? Қандай қырыңыздан көріндіңіз деп ойлайсыз? Өйткені әрбір әнші болып жүрген, бағжанып жүрген екінің бірін басшылыққа шақырмайды ғой. Демек, оған дейін де біз бір жерде бір көріндіңіз, немесе бір мінезіңізден. Бәрібір біз адам болғаннан кейін ойланамыз ғой, неге шақырып жатыр мені деп. Иә, ондай ойлар болды. Қалай ойлайсыз, сізді неге шақырды? Мұғалжарға барып бірдеңе қатырдым, бірдеңе жасап көріндім деп айта алмаймын. Ондайға уақыт жетпей қалды, шынымды айтайын. Нағыз пандемия қызып, қызылға, жасылға өтіп өтіп жатқан кез қатты ауыр кезең болды, жаңағыдай онлайн деген сияқты. Тек енді мен бір ойландым, неге шақыртып алдым деп. Мүмкін ортада бір кісілер себепкер болған шығар деп ойлаймын. Айтып, ұсынып, осындай бір жігіт бар, сол саланың иесі, жауапкершілігі бар бала, еңбекқор деген сияқты. Мүмкін бір ортада бір адам себепкер болған шығар деп ойлаймын. Бірақ ол адамның кім екенін де білмеймін, шынымды айтайын. Просто солай ойладым өзім. Сөйтіп барып, сосын ойланып, толғанып, Мұғалжардан сұранып, адамдардың алдынан өтіп, Хромтауға шақыртып алып жатырмын деп, сөйтіп Хромтауға барып 3 жылдай қызмет етіп. Хромтауда 3 жылдың ішінде не жасай алдыңыз, не жасай алмадыңыз? Хромтауда енді бұл кез жаңа пандемияның басылған кезеңі ғой. Басылып, иә. 1,5 жылдан кейін бардым дедіңіз, иә, сіз? Жоқ, бір 8 ай ма, 10 ай ма. Сол 2020 жылдың ішінде барды дұрыс қайтадан. 21-де бардым. 21-де бардым. 21-дің маусым айының 21 күні барып тағайындалдым. Енді бұл кез әлгі екпелер егіп жатырған кезеңдер ғой, жобамен, иә? Басылып, екпе алып жатырған кезеңдер. Бірақ енді шынымды айтайын, жалпы Мұғалжарға барғанда да, Хромтауға ауысып келе жатқан кезде де үлкен жоспармен бардым кәдімгідей. Былай жасаймын, былай жасаймын, мына тек пандемия күтті басылсын. Мен бүйтемін, сөйтемін, үлкен дайындықпен, жоспармен. Ең бастысы тек әкімшілік қолдаса болды деген сияқты. Сол барып, біраз жұмысымды атқардым. 3 жылдың ішінде жаман болған жоқпын. Өте қызықты сәттер, қызықты оқиғалар кәдімгі сол Хромтауда өтті. Енді біраз жұмыстар атқардым. Маған қарасты 8 ауыл мекеме болды. Ауылдық жерлердің мәдениет үйлерінің біраз жағдайларын жасадық. Жаңағы материалдық, техникалық базалары бар, аппаратура, интернет, Wi-Fi, ем бар, үлгісі деген сияқты. Соның бәрін дұрыстап, жағдайларын жасап, біраз ауылдарға LED экранына дейін алып беріп деген сияқты. Сондай бір ауылды капремонттан өткізіп, ремонттап беріп деген сияқты, біраз миллиондарға үкіметтен ақша құрғып. Хромтау ауданына биыл 90 жыл, ауданға мәдениеттің құрылғанына 25 жыл. Соған орай 90 жылда бір аудандық қаланың басында мәдениет үйі жоқ. Осы уақытқа дейін кәдімгі 5 мекеме отырдық. Соның екінші этажында осындай бір бөлмеде отырып жұмыс істедік. Хромтау мәдениет үйі ма? Хромтауда, иә. Сахна жоқ, ештеңе жоқ, бірақ жоқ деп қарап қалған жоқпыз. Балдарды күн-түн дайындадым. Сахна мәдениеті бар, сахнаға кіріп шығуы бар. Халықты алдыңдағы 300 адамды қалай баурайсың, қалай жарқырап шығу керек, қалай жарқырап кету керек деген сияқты. Сөйтіп балдарды дайындап, жұмыс жасап, ауызбіршілікке, бірлікке шақырып балдарды. Жұмысымызды атқардық. Сөйтіп жүрген кезде талабымызға 400 орындық мәдениет үйі салынады деп, сол 400 орындық мәдениет үйінің бастап, төбесін көтеріп, төбесін жауып, терезесін салып, сөйтіп бастап беріп кеттім. Қашан аяқталады? Ашуға үлгере алмай қалдым, бірақ мына жаққа шақырту алып, әлде де аудан әкімі айтты, Арманжан, мәдениет үйі салынып жатыр ғой, тарихта болмаған нәрсе. Аяқтап кетсейші деп. Бірақ мен айттым, енді менің ұстанымда бұдан кезде шақырған жерден қалмаған дұрыс деген не бар, сондай. Шақырған жерге бармасаң, шақыруға зар боларсың дейді ғой. Мен де елге қайтайын енді. 3 жылда аз уақыт емес. Абыройым болып тұрған кезде,
бір кішкене нем болып тұрған кезде мен елге қайтайын, қалама, үйіме барайын, қаладағы шаңырағыма барайын, елге қарай қайтайын, рұқсат беріңіз деп аудан әкімінің рұқсат алып, жаңағыдай коллектив бар, басқа бар, қоштасып сөйтіп кеттім. Кеше 25 жылдың наурыз айында шақырту алып барып мәдениет үйінің ашылуында болды. Сөйтіп өңір басшысы Асхат Берлешұлы бар. Сол мәдениет үйінің салынуына бірден бір атсалысқан мекеменің басшысы ретінде мені шақырып, сол мәдениет үйін ашып, жұмыс істеп жатыр. Мәдениет орталығы деп 400 орындық. Сөйтіп бір қызығы, енді шынымен де ниет қой жалпы. Адамның ниеті, ішкі пиғылы, ішкі ойы, өзіңе, адамдарға, отбасыңа, қоршаған ортаға, әріптестеріңе, коллективке, жан-жаққа, тіптен танымайтын бір көрген адамға дұрыс болса, сол ниетіңе қарай Аллах тағала амалыңды дұрыс қояды да. Мен ниетім сөйтіп бір өкініш болды, қап бір жаңа аша алмай ашып кеткенде ғой, ашып бір тағы бір 4-5 ай отырып жұмыс істеп кеткенде ғой деп ше. Біраз арманым болды, планым болды деген сияқты. Бірақ енді планды да, жоспарды да, аяқ алысы да адам деген болмайды ғой, жоғарыдағы адам Аллах реттейді. Сондықтан да қалаға келіп жұмысымызды енді бастап жатқан кезде мына жақтан да бір ұсыныс келеді ғой, әңгіме келеді. Құдай қаласа бір айдан кейін мына Есет Батыр ықшам ауданында 4 орындық мәдениет үй бой көтереді деп. Соны жаңа ғана сіз айтып отқан кезде мәссаған деп ойлап отырмын ғой. Сөйтіп жатқан кезде ананы аша алмай кеттім ғой деп өкініш болған кезде мына жақта Аллах тағала алдыма 4 орындық мәдениет үйін бастау мүмкіндігін беріп қойды ғой. Мүмкіндігін беріп қояды да. Сондықтан да жаңағыдай үйге барып ата-анама айтамын ғой, жаңағы көрдіңіздер ме, міне көп нәрсе ниеттен ғой деп. Ана жақта бір бастап аяқтай алмаған істің нәтижесін мына жаққа келіп бұйырса енді Құдай қаласа міне барып арасында қарап кетем, көріп кетем. Жаңағы ол жерде салып жатқан мастерлер бар. Сіз айтқаннан кейін мен де барып қарадым ғой. Қай жерде екен ол деп. Подрядчик, субподрядчиктер бар, танысып, білісіп, қалай жүріп жатыр. Ертең ішкі жұмыстарына келгенде өзім араласайын тікелей. Залдың акустикасы бар деген сияқты. Өте маңызды әлі. 80-90% жұмыс бітіп тұрған кезде, ішкі жұмысына келген кезде мен қабылдап алатын заказчик ретінде барып араласатын жұмыстары бар. Қашан ашылады? Құдай қаласа енді қыркүйек айында деп отырмыз, бірақ әлі жұмыстары бар екен, кеше мен көрдім. Енді жылдың аяғына дейін, республика күніне дейін ашып берсе, жақсы болар еді деп күтіп отырмыз. Жаңа жылды жаңа мәдениет үйінде Құдай қаласа сол мәдениет үйіне барып, әрі қарай жұмысымызды әлде де жандандырып деген сияқты. Кеше барған кезде көрдім, бір қуанып қалдым. Дәл жанынан мектеп салынып жатыр екен. Балабақша салынып жатыр. Балабақша салынып жатыр. Тағы да бір кешене жаңағыдай нелер салынып жатыр, әдемі ғимараттар. Қуанып қалдым кәдімгі. Біз сонда мына мәдениет үйі ортада қалады екенбіз ғой. Әлі ар жағымызда дамиды екен ғой, өседі екен ғой деген сияқты. Сондай бір дәл қазір жүрегімде бір сондай жылылық бар, әдемі. Құдай қаласа енді соны ашсақ. Негізі андай мәдениет халықтың жүрегі болатын болса, мына Есет Батыр ауданы 4 ауданның дәл ортасында тұрды. Оның өзі бекер емес сияқты. Барлық 4 ауданның мәдениетінің жүрегі болып тұрғандай бұл көрініс өте әдемі. Өте әдемі жерде тұр. Тұрған жері геолокациясы өте жақсы. Енді тек соны түсіріп алмай жаңа ғимаратта, жаңа оймен, жаңа ниетпен, жаңа жоспарлармен жұмысымызды әрі қарай атқарып, бұйырса жасай береміз ба деп ойлаймын. Енді мәдени шаралардың өзіне келейікші. Бұйырса мәдениетті дамыту үшін енді мемлекеттен жақсы көмектер келіп жатыр, жаңағы мәдениет үйлерін салу деген сияқты. Енді осындай мәдени шараларда кейде қардың ашатын сәттер де болады. Бізде өте көп сайыстар, соның ішінде геолог мәдениет үйінде де өте көп сайыстар, жарыстар, тағы да басқа концерттік бағдарламалар өтеді. Оны мұғалімдер балаларды дайындап алып келеді. Ол тіпті басқа жерлерге болса да, бірақ бізде жаңағы өзіңіз айтпақшы, сіз айтасыз ғой, сахна мәдениетін үйретеміз, кіріп шығу, сөйлеу, көрерменді баулау деген сияқты. Бізде мен кейде ойлаймын, тек қана
мысалы өлең айтуға келсе баланы тек қана ән айтуға ғана үйрететін сияқты. Өлең оқуға келсе тек өлең оқу ғана. Сахнаға деген қалай болу керек, отырған кезде қалай отыру керек, жалпы қарапайым өзімен әкелген қоқыстардың мәселесі деген сияқты. Осы бізде неге бір қалай айтуға болады, басқаша қалай дайындауға болады, нені біз қай жерден қателесіп жатырмыз, әлде бұл мұғалімдердің кінәсі ма, тәлімгерлердің ба? Неге бізде мәдени шаралар көп болғанымен мәдениетіміз аса қатты дамымай жатыр? Біз тіпті осы жақында ғана қала күні болды, жаңағы АЗФ-тің нелері болды, концерттер болды, өзіңіз де байқаған шығарсыз, концерттен кейінгі қаланың жағдайын көрдіңіз ба, сол болған жерді? Адамдардың барлығы ішкен жегендерін тура сол жерге тастап кеткен. Былай қарасаңыз, біз үлкен дүниелер жасап жатырмыз. Бүткіл халықты жинап концерт жасап жатырмыз. Бұл тек қана геолог мәдениетіне байланысты емес, жалпы айтамын да, мәдени шараларды өткізген кезде неге мәдениетіміз төмен болып қалып жатыр? Қай жерден қателік жіберіп жатырмыз? Енді көпке топырақ шашпаймын. Жоғары, бұл жерде барлығы халық демейміз. Енді мен тікелей өзіме келетін болсам, бізде енді геолог мәдениеті шағын ғана мекеме. Бұл жердің штаты да аз, санаулы ғана, және бюджеті де өте аз. Бір жылға өзі бір бөліп беретін шараға жаңағыдай өзінің бюджеті бар, содан асып кете алмаймыз. Жеткізбей де орындау болмайды, соған кәдімгі преттік жасау керек болады. Сондықтан енді кейбір кезде мынандай да тұстары бар. Жоқтан бар жасауға болады. Мен кейбір кезде біраз бір әріптестеріміз болады, аудандар бар, қарап отырам. Жақсы қолдаулары бар, бюджеті үлкен, жоғары, бірақ істеліп жатқан дүние шамалы ғана деген сияқты көріп отырамын, қармашат. Бір жағынан көре алмай қараймын, бір жағынан немен қараймын, қызғанышпен қараймын. Неге сондай қаражат, сондай андай зәулім мәдениет үйі менде болғанда ғой деп ше, мүмкін мен битер ме едім, сөйтер ме едім деген сияқты. Қазіргі заманда енді кішкене оны мойындау керек. Мәдениетке, ән айтуға қазір балдардың құлшынысы жоқ. Қазіргі балдар байқаймын, мен мектеп жасындағы баланы айтып жатырмын да. Енді жаңағыдай жеңіл-желпі ойланады, жеңіл-желпі ақша тапқысы келеді деген сияқты. Сондықтан да енді кезінде бала күнімізде енді жаңағыдай мектепте оқып жүрсек та бір тойға барып, палаткаға барып ән айтып, 500 теңге тауып, 200 теңге тауып деген сияқты мектеп кезінде басталып кетті да бізде ол кезде. Сондықтан да енді жалпы мәдениет саласында сахнаға шығу үшін, бір адам талантын, өнерін көрсету үшін, мен ойлаймын, мектеп кезінде оқу керек сияқты. Білімі, өйткені бұл мәдениет деген нәрсе тек колледжбен, или болмаса орташа біліммен, или жоғары біліммен шектеліп қалмайды. Бұл мектеп қабырғасынан басталады. 5 жыл музыкальный школаны оқисың, ол жерде бар, мысалы, фундамент деген нәрсе сол ғой. Мектеп кезінде оқып, егер сенің сол мектептің директоры, үйретіп жатқан ұстазың дұрыс әңгімесін айтып, сол кезден фундаментті дұрыс қалыптастырып жіберсе, онда қателеспейсің. Одан кейін 4 жыл музыкальный колледжі бар оқитын деген сияқты. Сондықтан енді осы салаға келгің келсе, сахнаға шығып, өнеріңді көрсетіп, оның ішінде де неше түрлі жанр бар ғой. Домбыра, қобыз ойнайсың, вокал бар, дәстүрлі ән бар, көп қой енді. Бақыты көп. Сондықтан енді сол бала күннен бастаған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Қазір андай да бізде жеңіл-желпі ойланамыз. Барамда студия ғой. Менің даусымда жазып тастаймын, жоқ даусымда бар қылып береді деп. Жоқ. Ол өте қате ұғым, қате түсінік. Олай болатын болса неге? Сіз әнші болып кетпейсіз, мына кісі әнші болып кетпей, елдің 20 миллион халық бар ма? Бәріміз әнші болып, сол бағытта ақша тауып байып кетпейміз деймін да, мысалға. Ол оңай емес, мәдениетті ән айту, өнер көрсету деген сияқты. Көбісі ойлайды жаңа, ой рахат қой, фонограммамен үшен айтады да, 100 теңге алып кетеді деген сияқты. Жоқ, оған дейін де жасалған еңбектер бар.
жасалған дүниелер бар. Ізденесің, біреуден ән сатып аласың, сөзін жаздырасың, ол ареке керек емес деп тұрса да сен қалай біреудің еңбегінің ақысын жейсің? Болмайды ол. Еңбегін бересің. Оны Алматыға барып өңдетіп жаздырасың 500 мыңға, миллионға. Оны әрі қарай хит қылу үшін жұмыстары бар тағы да, таныту үшін әнді деген сияқты. Жұмысы өте көп оның, оңай емес. Барып тек бір ән жаздың, хит болдың деген әңгіме емес. Сондықтан да енді мәдениет саласына келетін болсақ, мен Ақтөбе өңірінде жалпы қаланың басы болсын, облыс болсын, аудандар болсын, жасалмай жатыр деп айта алмаймын. Жұмыс жасалып жатыр. Мүмкін бір тұстарда қолдау болмай жатқан шығар деп мен солай өзім тұжырымдаймын. Солай бір неміне өткіземін. Ойлаймын да жалпы. Бірақ қанша жерден сенің көзің жанып тұрсын, қанша жерден тіптен Қазақстан жасамаған бір дүниені алып кел, оның ар жағында күттай қаражат жағынан қолдау болмаса, ақша болмаса, оны әрі қарай жеткізу, дамыту кішкене қиындау болады. Мүмкін сол жағынан бір күттай қолдау не болып қалып жатқан шығар деп ойлаймын өзім жалпы. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы бізде көп жалпы мәдениет дегенді біз тек қана бір мәдениет үйлерінде өтетін шаралармен ғана шектеп салған сияқтымыз да, түсінікті. Мысалы біз қазір Ақтөбе футболдың отаны. Мен футболға да барып көрдім. Одан кейін жаңа қаладағы концерттер, одан кейін кинотеатрлар, бұның барлығы театр, кинотеатр. Біз театрды бір күшті қылып бағалаймыз да, бірақ кинотеатрдағы мәдениеттілікті біз аса қатты сақтай бермейміз негізі, отырып тұруымыздың өзі. Солардың барлығына қалай ойлайсыз? Мен кейде ойлаймын, неге осының барлығын халыққа кәдімгідей үйретпеске деп. Мысалы кинотеатрда, кинобасылардың алдында құрметті келушілер. Мысалы 5 минут бойы бәрібір реклама жібереді. Сол рекламаның орнына біздің мысалы мәдениетіміздің дамуы үшін, немесе кинотеатрымыздың жақсы жайлы болуы үшін өздеріңізбен алып келген заттарыңыздың қалдықтарын алып кетіңіздер, және шашпай отыруларыңызды сұраймыз. Тура сол сияқты кез келген концерттерде, тура сол сияқты мысалы футболда. Мен футболға барған кезде көбі енді күшті эмоциямен шығады, бірақ мен қынжылып шықтым. Бәлкім бұл менің тым сондай нәрсеге қатты көңіл бөлетінмен шығар. 13-ші сектор деген қазір мен естіп қалса тас лақтыратын шығар. Енді столдардың үстіне секіріп, ана столдар сынып жатыр, әкелген заттарының барлығы сол жерде шашылып қалып жатыр. Біз бір жағын керемет қыламыз деп екінші жағын ойсыратып жатырмыз да. Солардың барлығын біз айта алмаймыз ба? Мысалы футболдың алдында көңілге қалай зига-зага бірдеңе айқайлап жатса, соның алдында құрметті мысалы келушілер, кімде олар, фандар ма, фан-клубтар, жанкүйерлер, әрең есіме түсті, жанкүйерлер. Біздің футбол командасы керемет ойнап жатыр, бірақ оны әрі қарай әлемге шығару үшін бізге мәдениет керек. Сол үшін келген кезде тыныш отырмай-ақ қойсын. Ештеңені сындырмаңыздар, ластап кетпеңіздер, әкелген қоқыстарыңызды алып кетіңіздер деген сияқты. Дәл сол сияқты мәдениет үйлерінде, концерт басталардың алдында мысалы, құрметті көрермендер, осындай. Бәлкім бізге бұны 1 жыл айту керек болатын шығар, 2 жыл айту керек болатын шығар. Бірақ түптің түбінде ең соңында біздің мәдениет саламызбен қоса адамдардың мәдениетті өсіп бір керемет деңгейге жетеміз ба деген менде бір ой болады да. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, сіз қазір мәдениет саласының басшысы ретінде, мәдениет үйінің басшысы ретінде ол күнге де жетіңіз. Бекер салмаған шығар аузыма. Ол күнде алыс емес, бұйырса. Жалпы мынандай ол, Лаура, ол адам мәдениетті болу, ана жерде мусор жатса, сол мусорды сенің тұратын жерің болсын, тұрмайтын жерің болсын, бұл Ақтөбе, бұл Қазақстан бәрімізге ортақ. Сондықтан да қазір президентіміздің Таза Қазақстан деген акциясы бар. Жақында ғана осындай оқиға болды менде. Өзім дәл қазір тұрып жатқан жерім сол Алматы ауданы, Нұрсүйте ықшам ауданында отырамын. Сол жердегі біздің мекеменің алдында Дина супермаркет екеуінің ортасында саябақ бар ғой бізде. Сол саябақта кейбір кезде кешкісін отбасыммен өзім шығып серуендеймін. Сол кезде қараймын, шынымен де. Енді әрине ата-ана балаға айтып отыру керек деп ойлаймын. Айтылмайды деп те айта алмаймын. Айтады, бірақ соны қағып алып, әрі қарай соны әке-шешенің айтқан нәрсесін жүзеге асыратын бала бар, жүзеге асырмайтын бала бар. Сондықтан сол Алекіде кетіп бара жатып саябақта көресің шынымен де. Мысалға үкімет, акимат деп оларды
жазғыра берудің ешқандай несі жоқ. Акимат қолдан келгенше жұмыс істеп жатыр, қолдап жатыр. Кейбір жерінде үкіметтің бюджетінен салып жатса, кейбір жерде кәсіпкерлердің қолдауымен салып жатыр деген сияқты. Мысалы, дәл қазір мен байқап көріп отырмын, қалада көп жерлерде кәсіпкерлердің қолдауымен салынып жатыр. Мысалы, сондай сияқты осы саябақтан өтіп бара жатқан кезде жаңағыдай інілеріміз бар, қарындастарымыз бар, өскелең ұрпақ бар. Кәдімгідей мына әдемі қымбат салып берген качеляларды бүлдіріп, үстіне мініп, ана жерде отырып алып шемішкі шағып, оның қағазын лақтырып, ішкен суының жаңағыдай қорапшасын лақтырып, ана жерде бүлдіріп, ойлары енді демалуға келдің ба, келгеннен ол жерге бір пайдаң тиіп кетсін. Бірдеңе бүлдіріп кетуге, ол үкіметтің де қайта оны дұрыстап беруге мұршасы болмай қалады. Оны екі рет дұрыстады ғой, ақырында алып тастады соңында. Сондықтан кеше мен сол байқадым да, сосын мәдениет үйіне келіп, мекемеге өзім әріптестеріме айттым, ертең таза бейсенбілік жасаймыз, сол жерге шығып, сол жерді тазалаймыз. Әрине, тазалайтын адамдар, жасыл ел бар, басқа бар шығар, бірақ дей тұрғанмен де біз де бір осы жерде мәдениеттілігімізді, мәдениет саласының адам ретінде бір көрсетейік, соны халыққа жариялайық деген сияқты. Сондай бір барып, видео түсіріп, сол жерді тазалап, қолғағымызды киіп, қолымызға күрегімізді, тырмағымызды алып, қапшығымызды алып деген сияқты. Бір тазалап өттік, сол кезде маған бір қатты бір не істеп қалған, бір жүрегіме тиіп кеткені, әдемі гүлдер егіліп тұр, мысалға. Гүлдердің арасын ашып қарасаң, неше түрлі қоқыстар жатқан деген сияқты. Уже жаңағыдай качеляны сындырып кеткен, ана жерге отыратын тым жақсы әдемі салып берген отырғыштарды сындырып кеткен деген сияқты. Жүрегім кәдімгідей бір не істеп қалады да, ауырады кәдімгідей. Неге біз шынымен де ата-ана айтпаймыз ба, или бала әдейі жасай ма, или қалай деген сияқты бір ой келді да маған. Бірақ қолымнан келгенше сол жердің тұрғындарына бір мәдениет саласының адамы ретінде, сол мекеменің басшысы ретінде үндеу жасадым. Құрметті осы Есет Батыр тұрғындары, әдемі осы саябағымызды қадірлей білейік, бар нәрсемізге шүкір ете білейік деген сияқты. Заман жақсы, ата-ана балаларға дұрыс тәрбие берейік, келген кезде осындай қоқыс шашпасын деген сияқты сондай бір әңгімемді айтып, сөйтіп жарияладық. Ал жаңағыдай шаралар қалай ойлайсыз? Ол мәдениетте негізі орынды ма жасау солай? Қандай шаралар? Жаңағы мәдени шаралардың жалпы кез келген жиынның алдында халыққа сондай үндеу жасау, бұл мәдениет саласында орынды деп ойлайсыз ба? Орынды, әрине. Мысалға, бізде де геологта біраз шаралар өтеді. Біздің әдейі өзіміздің қоңырауымыз бар, звонок. Шара басталардың алдында 5 минут бұрын қосамыз. Уже халыққа не береміз? Дайындалыңыздар, дайын отырыңыздар. Жаңағы геолог мәдениет үйінің өнерпаздарының шарасы басталады. Ұялы телефондарыңызды беззвукқа қойыңыздар. 5 минуттен шарамыз басталады деген сияқты. Сондай үндеу жасаймыз. Қоңырау шаламыз, содан кейін уже халық байқаймын. Кәдімгідей, мен уже көрермендердің арасында тұрамын, арт жақтан қарап тұрамын. Сосын неге сигнал беремін операторға. Нені қоңырау бер деген сияқты. Сол кезде байқаймын, уже халық кәдімгідей жинақталып, бүйтіп, орнын істеп, телефондарын алып, беззвукқа қойып бір түсіріп жатса, жинақтала қалғандай ше, уже. Бірақ соған біз үйретуіміз керек та, халықты үйретуіміз керек. Жақсылыққа, шүкіршілікке, ауызбіршілікке, бір үйдің баласындай болатынымызға. Жалпы мәдениет үйінде, мәдениет үйлерінде, бұл жерде тек қана сіздің мәдениет басқарып отырған сіздің мәдениет үйі емес, жалпы концерт жасаудан басқа қандай міндеттері бар негізі халықтың алдында? Енді халықтың алдында тек ғимараттың ішінде отырып алып 250 адамға концерт беру емес. Бізде жанымыздан құрылған 15 үйірмеміз бар, балдар тәрбиелейміз деген сияқты. Ол балдарды тек сахна мәдениетіне ғана емес, біраз жерлерге конкурстарға алып барып,
қала облыс аралатып, ол қаланың ішкі сыртқы мәдениетін дұрыстап, репертуарын, киім үлгісі бар деген сияқты сондай жұмыстарымызды атқарамыз. Және жоспардан тыста мына жаз айы, биыл мен 2-ші жыл солай жасадық. 1 маусым күні, балалар қорғау күні, кешкі алаңдарда халыққа мәдени бір демалыс алсын, рухани бір кішкене де болса демалыс болсын деген сияқты оймен 3 ай бойы міне әр сенбі сайын концерт қойып жатырмыз далада, ашық аспан аясында. Міне ертең Хромтау аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары келіп өнер көрсетеді. 30 күні мына деген конституциямен бірге шарамызды аяқтап 30 тамыз күні жазғы маусымды жабамыз. 3 ай халыққа сондай бір концерт беріп, әр түрлі бағытта, әр түрлі форматта деген сияқты, бір субботта, бір сенбіде дәстүрлі ән, жыр терме деген сияқты. Енді тек біз мынандай ғой, кейбір кезде бір ғана көзқараспен қарап қаламыз. Олай болмайды негізі. Енді адам жалпы көрермен 3-ке бөлінеді ғой. Жас, орта буын, үлкен буын деген сияқты. Сол 3 нені біз қамтуымыз керек. Жалпы жастарға келетін, кішкентай балаларымызға, өскелең ұрпаққа келетін, соның форматына келетін кеш жасап, караоке кеші, жаңағыдай әндер деген сияқты эстрадалық. Орта буынға жаңағыдай өзіне келетін бір сондай шаралар жасап, үлкендерге жыр термеміз бар, домбырамыз бар деген сияқты. Сөйтіп әртүрлі форматта шарамызды жасап, міне 3 ай бойы халықтың көңілінен шығып, алғысын алып, тіптен өзіме кейбір кезде жеке шығып жатады. Геоп мәдениет үйінің Instagram парақшасын ашып қалсақ жеке, ол жерде де неше түрлі алғыстар бар. Кейбір кезде маған өзіңізбен бір жеке танысайын деп едім, бір жаңағы батамды берейін деп едім деп кабинетіме жеке келеді адамдар. Ондай адамдар жылы қабылдап, мәдениетті екенімізді көрсетіп, сол мекеменің басшысы ретінде әдемі жылы қабылдап, жылы шығарып салып, батасын алып, кейбір кезде болады, енді бір үлкен ақсақалдарымыз келіп, айналайын Арманжан, болашақта министр бол, антай бол, мынтай бол деп жаңағыдай енді жылы сөздерін айтып жатады. Әмин деп іштен қабылдап қоямыз. Сондықтан енді сөйтіп жұмысымызды атқарып келе жатырмыз. Шүкір, жаман емес. Қазір осы мәдениет үйіне байланысты, мәдениет үйіндегі жұмысына байланысты бір үлкен арманыңыз, мақсатыңыз бар ма? Алдағы уақытта жасалу керек деп жүрген. Осыны міндетті түрде, мен басшылықта отырған кезде мен осыны міндетті түрде жасап кетуім керек деген. Армансыз адам болмайды ғой жалпы. Тем более өзім атым арман болғасын. Енді менің арманым осы мәдениет үйін ашып, Құдай қаласа тағы да бір жұмыстарымызды атқарып, сосын Хромтауда жүрген кезде бір өзімнің ойымды жасалмай кеттім, бір шарамды. Осы Ақтөбе облысында, облыстық деңгейде мәдениет барысын жасап, мәдениет саласында жүрген әншілеріміз күрестіріп, енді спорт пен мәдениет бір ұғым ғой, бір сала, бір жақын бір-біріне деген сияқты. Жалпы мәдениеттің тысқары жатқан саласы жоқ сияқты өмірде, барлығымен үйлеседі ғой. Барлығымен үйлеседі. Адам бар жерде мәдениет бар. Ал бұл барлық саламен. Спортпен өте қатты жақынбыз да біз. Енді білімге, басқаға қарағанда шамалы, полицияға, неге қарағанда деген сияқты. Сондықтан да тығыз жұмыстарымыз болып жатады, жаңағыдай совместно. Сондықтан да сол Құдай қаласа мына мәдениет үйін ашқаннан кейін сол мәдениет барысын жасап, облыстық деңгейде аудандардан шақырып, ол жерде той саласында жүргендер қатыса алмайды. Ол жерде өзінің ережесі бар. Сол ережесіне сәйкес мәдениет саласында тіркеуде болу керек. Өнер орталығында жасап жату керек. Аудандық мәдениет үйлерінде, тіптен сол түкпірде жатқан ауылдық клубтарында келе алады деген сияқты. Сөйтіп басын біріктіріп, балдарды әдемі бір күрестен жарыс жасап, өйткені бұл мына Қазақстан бойынша өнер барысы деген бар. Өнер барысының авторы өзіміздің бауырымыз Астанада, идея авторы, рұқсатын алып, мәдениет барысы деп өзгертіп, соны сол кісілердің қолдау алып, уақыттарыңыз болып жатса, келіп жатсаңыздар, қолдау білдіріп, тіптен жақсы болар еді деген сияқты. Мына
өнер барысының алғаш жеңімпазы неше дүркін, тіптен өзіміздің ойылдан шыққан актер бауырымыз Асылхан Төлеп мысалы, олармен де қарым-қатынасымыз бар, қолдаймыз, келеміз деген жан-жақты мысалы адамдар бар. Сондай бір үлкен деңгейде күшті жасап, мысалы өңір басшысының өзі де, Асхат Берлешовтың өзі де енді самбиско мысалы кезінде күрескен деген сияқты. Сондай енді бір ойымды жасап, осыны бір облыстық деңгейде, тіптен республика деңгейінде бір әдемі шулатып деген сияқты, сондай бір ойымда қазір жүрген нәрсе осы. Бірақ енді көп қой жалпы, бүйтсем, сөйтсем деген жоспарларым көп. Негізі осы сіздің әдемі бір арманыңызбен, мақсатыңызбен эфирді аяқтағым келген, бірақ жаңағы сөзіңізден бір сұрақ туындап кетті. Той әншілері келмейді дедіңіз. Келмейді. Жалпы қазіргі таңда мәдениет үйлерінде қаламызға аты белгілі мәдениет сахналарда, мәдениет үйлерінің сахналарында тойдың әншілері мәдениет үйінің әншілеріне қарағанда халықты жақсырақ жинайды және жақсы көтеріп кетеді. Неліктен? Бізде әлде мәдениет үйлерінің әншілерінің дайындығы аз ба? Әлде танымалдылық бұл жерде маңызды рөл атқара ма? Әлде тойдың әні жай ғана көтеріңкі болғаны үшін солай ма? Енді бұл жерде 50-50 деп айта аламын. Өйткені әрине келісем бар. Мәдениет саласында жұмыс істеп жүріп, тіптен облыстық деңгейде мәдениет сарайларында жұмыс істеп жүрген әдемі сахнаға түрі келетін бауырларымыз бар, қарындас апаларымыз бар. Халықты көтере алмайды бірақ. Жоқ, халықты көтере алмайды емес. Мүмкін күтті бір еңбектену аз шығар деп ойлаймын да өзім. А біздер мына той саласында жүргендер, енді оларда уақыт бар, олар бір жерге байлаулы емес деген сияқты. Мүмкін солай болады шығар деп ойлаймын. Бірақ енді қазір шүкір Ақтөбеде біраз өнер орталығы болсын, филармония облыстық қалада болсын, біраз әріптестеріміз кәдімгідей авторлық әндер жаздырып, жүгіріп барып Алматыға барып келіп басшысынан сұранып, еңбектеніп, қазір күшті келе жатырмыз ғой жалпы, әдемі келе жатырмыз. Ол тек жаңа той не деп бөлу болмайды, бәрі сол өнер тоғыстырады ғой, бәрі өнер бір арнада келе жатырмыз. Тек бұл жерде бөлінетіні мәдениет саласында уақыт тапшылығы. Мен мәдениет саласының адамын, мына жақта той деп бөлеміз ғой, бірақ енді айналып келгенде сахна тоғыстырады ғой бәрімізді. Кезінде де қызметке келмей тұрған кезде де, мысалы жаңағыдай ғой, тойдың әншісі деп қабылдады бәрімізді. Бірақ осы тойдың әншісі бола тұрғанмен де облыстық деңгейдегі кәдімгі филармонияның, қалалық мәдениет үйінің әншілерімен иық тіресіп жүріп, бір сахнада өнер көрсеткенбіз талай деген сияқты. Сондықтан енді адамның өзіне байланысты ғой, мысалға тойға келетін әндер болады, сахнаға да келтіріп әндерді жазуға болады деген сияқты. Сөйтіп екі жақты қамтып ұстап жүруге болады да жалпы. Бұл енді өзіңіздің тойда жүріп келгеніңізге байланысты ма, жоқ әлде басқа мәдениет үйлерінде де осындай ма? Тойдың әншілерін сахнаға, мәдениет үйлерінің сахналарына жиі шығару. Әлде бұл қазір қажеттілік болып тұр ма? Жоқ, енді ол жерде тойдың әншілерінде енді бұл жерде біз мәдениет үйлеріне қатысты әңгіме айтып жатырғаннан кейін тойдың әншілері деп бөліп отырмыз ғой, өйткені олар ол жерде жұмыс жасамайтын болғандықтан. Және тойдың әншілерінде көбіне ән тойға арналған, көңілді билететін деген сияқты. Кейбір жерлерде бұл нәрселерді адамдар қабылдамай да жатады. Айтып отырмын енді, мысалы әлде бұл адамдардың бір қатып қалған қате пікір дейсіз бе? Жоқ, просто кейбір адам солай қабылдайды. Ой, мына тойдың әншісі ғой деп бір көзқараспен соны тек ысырып черный списокке тығып қойғысы келеді. Болды, мынау тек тойдікі. Бұл сахнаға келмейді, сахнаны көтере алмайды деген. Жоқ, ол ойлау өте қате ұғым. Себебі олай ойлау үшін ол әншіні зерттеу керек та дұрысынан. Зерттеп, репертуарында қандай әндер бар. Мүмкін ол менің қазір репертуарымда мен жан-жақты қамтып жазып қойдым да әндерімді. Тойға шақырама, мен сол тойға келетін әнімді айтамын. Халықты билетсеңіз дейді, халықты билетемін. Екі жасты вальс билетсеңіз дейді, вальс билетемін, лирикалық ән айтып. Сахнаға дейма, мен сахнаға келетін өзімнің сахнаға келетін әндерім бар жазып қойған. Соны айтамын деген сияқты. Бірақ ана әнші туралы бірдеңе айтпас үшін оны керек емес деп ысырып тастау болмайды да. Ол әншіні бірінші зерттеп ал,
еңбегін қара, ол еңбектеніп жүр ғой мысалға деген сияқты. Қазір Ақтөбеде мысалы дәл қазір Ақтөбеде кәдімгідей не істеп тұрып айта аламын мен, шертіп тұрып балдар жақсы еңбектеніп жатыр, өте жақсы, жақсы келе жатырмыз. Біреудің сыртынан тон пішуге болмайды, өйткені неге, соның бір дәлелімен нүкте қойып кетейін. Мысалы үшін осы уақытқа дейін филармонияның әншісі болып жүрді Еркебұлан Құмаров, жылтыр көйлекті айтатын әнші бауырымыз. Мысалға ол да сөйтті ғой, филармония әншісі болып жүрді, тойға да шығып жүрді, концертте де жүрді, қашан хит боламын деп жүрді, бір ән бағын ашты, қазір Алматыда тұрады мысалға деген сияқты. Кейбір кезде мынандай болады да, бізде бір дұрыс өлшей алмай қаламыз да. Ақтөбеде жүрген кезде бір күттай бағаламай қалып жатамыз да. Бағасын білмей жатамыз. Оны бағалау үшін ол хит болып кету керек та. Сосын барып, Арман Жиналиев бар ғой, Нұрболат Абдуллин бар ғой деп, Ерке Есмахан бар ғой, Димашымыз деп жатамыз да мысалы. Атағы шыққаннан кейін ғана. Атағы шығып кеткеннен кейін барып, уже ол күшті деп жатамыз да. Оған дейін біз оны айта алмаймыз да. Айтуымыз керек. Осы бастан айтуымыз керек. Жалпы кез келген салада солай сияқты. Қалай еңбектеніп жүрсең де, сені ешкім бағаламайды, сенің атағың шығып, бір елдің аузында жүрмегенге дейін. Бірақ менің енді өзім пікірім ғой жалпы. Әр адам өзінің биігінде, өзінің ой санасында ойланады ғой. Бірақ менің жеткенім, менің ой биігімнің жеткен жері осы. Мен солай ойланам, солай ойлай берем әрі қарай. Қазіргі адамдарға мәдениет, өнер, ән басқадан ысырып қоя тұрайық. Қазіргі мына адамдарға жетіспейтін жылы сөз. Бір-бірімізге жылы сөз айтып, бір-бірімізге қолдап, бір-бірімізді жақсы ниетпен қарсы алып, сыйласып жүрсек бар ғой. Баяғыда енді мен бір қатты бір өмір сүріп тастаған жоқпын ұзақ, бірақ көргенімді, естігенімді бала күнімнен орта көргенім бойынша айта кетейін. Әке-шешелеріміз, үлкендеріміз айтып отыратын еді, қамшыны сабымдегі өмір ғой деп. Қазіргі заманауи тілмен ол құстың тұмсығындай өмір да. Өте тез өтіп жатыр ғой. Міне, мен жаңа бір нешеде келдім, 10-да келдім ба, сағатты қарасақ, уже 11:30-да. Қазір тағы бір шаруаға кірісіп жатқанда кеш батып жатады да уже. Күн басталса күн бітеді, апта басталса апта бітеді, ай басталса ай бітеді, жыл басталса, міне кеше ғана 25-те жаңа жыл деп жүредік. Міне уже 2 айдан кейін 26-ға кетеміз да. Сондықтан кішкентай бір өзі бір Аллах тағала біздің қолымызға жалпы өрі басып берген жоқ қой. Арман, сен 100-ге келіп өмір сүресің, Лаура сен 120-ға келесің деп. Қашан кетіп қалатынымызды, қашқа 5 минуттан кейін не болатынын білмейміз. Бірақ соны біле тұра, біз көп нәрсені мойындағымыз келмейді, біреуге жақсылық жасағымыз келмейді, біреуге қолымызда 200 теңге тұрса 50 теңгені бергіміз келмейді. Туған бауырың сенен кәдімгі мұқтаж болып сұрап тұрса, оған көмектескіміз келмейді. Деп сыра саламыз. Жоқ, ол болмайды да. Қазір таныма бірімізге осылай сұхбаттан тыс уақытта да, Лаура, жағдайың қалай? Бір ауыз мен сізге айтып жатсам, сіз мысалға жағдайың жақсы болсын, жаман болмасын, сол сөздің өзі сіздің жүрегіңізді, сіздің тұла бойыңызды, бір көңіліңізді бірлеп қалады да. Көңілден көңіл су ішеді дейді ғой қазақ. Бір-біріміздің көңілімізді, бір-бірімізді жылы сөз айтып. Мәселе ол тануда, араласып кетуде емес. Ол жаман болсын, жақсы болсын. Дұшпаныңа да жақсылық ойла дейді ғой қазақ. Жақсылық ойлап, тек жақсы болып, жылы сөз айтып жүре берсек бар ғой, Лаура, өміріміз ғажап болады. Сол ниетіңе, сол сенің ішкі жан дүниеңе Аллах тағала көріп тұр ғой бәрін. Үйіп төгіп, тек жүрген жерімізде нұрымыз шашып жүре берейік те болды. Одан басқа байлық, одан асқан өмір жоқ, шынын айтайын. Өзі жаңа айтып отырып қой, кішкентай ғана бір қамшының деп айтпай қойын, құстың тұмсығындай күтті өмір қалды ғой. Сол өмірде жаңағыдай арпалысып, біреудің аяғына шалып, біреуді көре алмай, біреуді жамандап не істейміз деймін да. Жаман болса да, ол күшті дей берсек бар ғой, ол күшті болып кетеді да, сенің сол бір ауыз сөзіңе. Жаман деп баса берсек, ол одан сайын жаман бола береді да. Жақсы, ол сен бауырын бергеші, сен
кеше мына жерде бір қателік жіберіп алсың, бірақ сен бар ғой, сен негізі осындай жігітсің ғой, сен осындай қызсың, сен болашақта осындай боласың деп ше, анан бір күтпей көтеріп қойсақ бар ғой, сөзбен сен оған ақша бермей ақ қой, сен оған үй алып бермей ақ қой, астына көлік мінгізбей ақ қой, бірақ бір жылы сөзіңді айтшы соған ше, арнап ше, шығар соны ішіңнен ше, болды ғой. Ол ертеңіне сен мүмкін оған айтылмаған шығар, мүмкін оған біреу айтып жеткізе алмаған шығар, айтқанмен де мүмкін сенің әңгімең оған жүрегіне өтіп кететін шығар. Мүмкін содан кейін бір үйіне барып ойланып, мә саған маған Лаура апам бар ғой, сүйегімнен өткізіп тұрып айтты бар ғой, болдым, мен мына құмар ойынды тоқтатам, мен мына істеп жүрген қылығымды тоқтатам, мен бүгіннен бастап адам боламын деп ше, абай айтқандай біз адам болуымыз керек қой, ең бастысы. Адам болмай сен басшы бол, сен жұлдыз бол, құндыз бол, сен министр бол, президент бол, бекер. Бірақ біздің мына потолокқа жарға тиетін, басымыз тиетін адамдық қасиет бар ғой. Біз отырған мекемемізде кресломызға сеніп, көкемізге сеніп, анаған сеніп, зачем ол керек емес. Адам болуымыз керек бірінші. Адам болып келдің өмірге, адам болып келдің, борышыңды, міндетің. Бұл басқа ешқандай формула жоқ менің түсінігімде. Адам болып жүру, жақсы болып жүру, өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншектіктен аулақ жүру, біреуді жамандама, даттама. Жаман болса да жақсы деп айтып жүре бер, ол адам туралы пікірің солай болсын. Болды. Аллах өзі бәрін соған орай реттеп береді. Сенің бүткіл сол біреуге жақсылық ойлағанның пайдасында, арқасында сенің шешілмей жүрген проблемаларыңды Аллах шешіп, реттеп, әдемі қылып, күшті қылып, сенің артыңдағы ұрпағыңды реттеп, мен Құдайдан күнде тілеймін шынымды айтайын. Менің бахадүрім мен томиризмді, білімді, саналы, тәрбиелі, иманды, намысты, ұяты бар, біреуін қари, біреуін хафиз қылып, Аллах тағала сондай бір қоршаған ортаға пайдасын тигізетін сондай ұл мен қыз қылып өсірші, мен ұлым мен қызымды деп ше, Құдайдан мен күнде тілеймін сол нәрсені. Күнде жұмысқа шығып бара жатып, таң намазыма соны тілеп, шешемнің өмір жасын ұзақ болғанын тілеп, өмір бер, мен шешемді ауыртпа, Алла тағала. Жаспын ғой, одан сол кісі 70-ке келіп ауыртқанша, 36-тағы мен ауырт, менің өмірім болашағым алда ғой деп, солай тілеп, абырой тілеп, Құдайдан сөйтіп жұмысыма шығамын да. Сондықтан да қазір керегі атақ, даңқ емес, қазір керегі абырой. Құдайдан тілеймін, Аллахым, өзің берген абыройды өзің қайтып алма. Дәрежемді, абыройымды көтере көр, жолымды аша көр, өзің салып берген тура жолымды өзің адастырма, тайдырма. Деп жылтыраққа, дүниеге, жүрекке кіргізбе. Деп ше, ауылдағы, елдегі бауырларымды аман қыл, жан-жағымда маған тілеулес болып жүрген адамдарды аман қыл, шаңырағымызды, төрт құбыламызды тең қыла көр деп Құдайдан күнде тілеймін, күнде. Тілегіміз қабыл болсын. Шынымен де осындай мәдени шаралардың жалпы өмірімізде жасап жатырған маңызды деген дүниелердің барлығы ең соңында адамға бақыт әкелу үшін ғой. Жақсы күндері көп болу үшін, көңілдерін көтеру үшін, күнделікті күйбең тіршіліктен бір ойы бөлініп, бақытты бір сәтте болып қайту үшін жасалып жатыр шынында. Ең соңғы түпкі мағынасы сондай. Енді сол мағыналардың ар жағындағы дүниелер мәдениетімізді одан сайын көтеріп алсақ, тіпті керемет бола кететін еді. Осындай әдемі нотамен аяқтайық. Айтылмай қалған ойыңыз болса, сіздің камераңыз. Мен енді жалпы сұхбатқа келгенді, сұхбат бергенді өте жан жақсы көретін адам. Мен қазір мына жерде бар ғой, тіптен 5 сағаттық сұхбат десе де мен отырып, әңгімемді айтып, сұраққа ауқымды түрде, қысқаша түрде жауап беруге мен өте жақсы көремін. Мен мына өзіміздің местный каналдарымыз бар ғой, Қазақстан, Ақтөбе, шақырады, мен бірден айтамын редакторға, өтініш, бір жарты сағатты 40 минуттық сұхбаттар бар ма, бір көсіліп әңгімемізді, ойымызды енді бастап жатқан кезде бітіп қалатын керек емес, 5 минут, 10 минутқа. Ол менің бір жұлдыздық ауруым емес, болмаса бір адамдықтан аттағандығым емес, бірақ бір сөйлеп бір айтып кететін бірдеңе беріңіздерші. Келгеннен кейін бірдеңе айтып кететіндей өтініш бірдеңе беріңіздерші деп сөйтіп барам. Сіз шақырған кезде мен қуандым. Өйткені неге?
сіздің әр подкастыңызды мен қарап отырамын, көріп отырамын. Енді толық бір 40 минут, 1 сағат қарап шықтым деп өтірік айта алмаймын, бірақ үзіп қарап, кіммен болды сұхбат, сізден қандай сұрақ болды, ол қандай жауап берді, қандай деңгейде жауап берді, бәрін бақылап қарап отырамын. Сіз шақырған кезде қуандым, бірақ сәті сабақ деген сәтімен дейді ғой. Біз пландағанмен Алланың жоспары планы басқаша ғой. Сондықтан да бүгінге міне қасиетті жұма күнге бұйырып келіп, сіздің әдемі сұрақтарыңызға қолымнан келгенше барымша жауап беріп жатырмыз. Сондықтан да көптен көп рахмет шақыртуыңызға, қуана келдім, шынымды айтайын. Сондықтан да осы жұмыстарыңыз тоқтап қалмасын, әрі қарай жалғасын таба берсін. Бұл нәрсе керек. Өйткені кейбір адамдар камераны жақсы көрмесе, кейбір адам жақсы көреді. Ішіндегі жан дүниесін айтқысы келеді, деген сияқты. Сондықтан да әйтеуір сіздің тарапыңыздан жақсы сұрақтар болып, қисынсыз мына елімізге, жерімізге, мемлекетімізге зиян тиіп кететіндей нәрселер болмай, дұрыс дүниелер болып жатса, әрине оны халық та қолдайды, біз де қолдаймыз, сіз де қолдайсыз деген сияқты. Сондықтан да осы дүниеңіз жасап жатқан өте дұрыс. Бұл да еңбек, артында еңбектер жатыр. Енді мен сөзімді бір нәрсемен түйіндеп айтып кетейін. Айта берсек сөз бітпейді ғой жалпы. Мен мына нәрсені қатты ұстанамын. Жүрген жерімде осы сөзімен түйіндеймін. Қазақта керемет сөз бар. Жақсылармен жанастыр, жамандардан адастыр дейді. Сондықтан жақсы жандармен жақсы күндерімізді, сәттерімізді өткізе берейік. Рахмет. Жақсы адам шақырғасын, жақсы адамның жанына жақсы адамдар табыла біледі. Сондықтан да сіз жақсы адам болып мені шақырғасын, мен келіп осындай бір дүние жасап жатырмыз. Сұхбат алып жатырмыз, сұхбатқа жауап беріп жатырмыз. Көптен көп рахмет. Сәттілік тілеймін ең бастысы. Аманшылық болсын, жақсылық болсын. Үлкен рахмет. Сіздердің де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әрқашан ойыңызға алған ізгі амалдарыңыз орындала берсін дейміз. Құрметті көрермен, осындай әдемі нотада, әдемі тілекпен біз сіздермен қоштасамыз. Келесі подкастта кездескенше аман сау болыңыздар.